Herkese merhabalar. Hoş geldiniz dersimize. Бүгінгі сабағымыз 22-ші сабақ. Және бүгін септіктер туралы айтатын боламыз, бірақ дегенмен де біз уже қазақшадағы ілік септігі, табыс септігі деген сұрақтарды қарастырып қойдық алдыңғы сабақтарда. Және бүгінгі сабақ жаңа сөзден басталатын болады. Кеттік. Сөздеріміз açmak. Яғни әртүрлі тақырыпта, арнайы бір тақырып емес, әртүрлі тақырыпта бола береді. Яғни açmak, ашу, açmak, ақшам. Ақшам деген сөз бар бізде, кешкі. Кеш, анахтар, кілт, арамак, іздеу, хабарласу дегенді білдіреді. Аскер, бізде де әскер. Balık, beber, бұл перец, ағылшыншада бибер, pepper. Бен бибер деп айтады, бұларда бибер, мынау бибер еді ғой. Beğenmek, ұнату. Bekletmek, күттіру. Beklemek болса, т жоқ болса, онда күту болады. Bekletmek, т бар, онда күттіру. Binmek, міну. Bisiklet, велосипед. Бүгін, bulmak, табу, тауып алу. Çabuk, тез. Çağırmak, айқайлау. Шақыру, барып, чағырып деген сөзі көп естейсіз. Чағырып, яғни шақыру, барып, бақыру. Çalışkan, сонда çalışkan bir insan, яғни еңбекқор. El, қол. Файда, деген келеді. Getirmek, әкелу. Hatırlamak, еске түсіру. Her şey, барлығы. Hırsız, ұрлықшы. Hiçbir şey, ештеңе. Hoşlanmak, ұнату. İzin almak, рұқсат алу. İzin vermek, рұқсат беру. Kalkmak, тұру. Kalmak, қалу. Қара, сияқ деп айтады. Kızmak, ашулану. Қызу, ренжу. Kibrit, спичка. Kirletmek, кірлету. Kolay, оңай. Kolay деген kolay gelsin деген, оңайынан болсын, жеңілінен болсын. Korkmak, қорқу. Koymak, қою. Lokanta, ресторан. Lütfen, өтінемін. Өтініш, пожалуйста. Мирас, қалдыр деп айтады бізде де. Мирас. Misafir, қонақ. Мүсәпір деген сөзге келеді. Misafir бірақ қонақ, құдай қонақ деп айтады. Nefret etmek, жек көру. Oturmak, отыру. Oturmak деген сондай-ақ өмір сүруді де білдіреді. Yaşıyorum, oturuyorum дегенде. Öğretmek, үйрену. Özlemek, özledin yani. Yani сағыну. Para, ақша. Paran var mı? Ақшаң бар ма? Renk, түс. Resim, бұл сурет. Табло деген бұл картинка, портрет деді, табло. Resim деген бұл сурет салу. Rica, просьба. Өтініш, rica ederim. Rica etmek, өтініш жасау. Яғни rica ederim дегенді еще мағынасы бар. Мысалы, ben senden bir şey rica etmek istiyorum. Мен сені бір нәрсе сұрасам
деп едім, сұрасам болады ма деген сияқты, иә. Ал мысалға тешеккүр ediyorum дегенде не демек, rica ediyorum деген бар. Яғни ешқандай да оқасы жоқ, сұрай бер деген сияқты да. Проблема емес, сұрай бер. Проси деген. Sarımsak, бұл sarımsak. Silmek, өшіру. Soru, сұрақ. Şey aklıma gelmiyor. Şey деп айтады, zat. Takip etmek, аңду, немесе ізіне түсу, takip etmek. Tamir etmek, жөндеу, repair, fix. Tanımak, тану. Taşınmak, көшу, орналастыру. Tatlı, тәтті. Tebeşir, бұл tebeşir дегеніміз бор, мел. Театр. Uçak, самолет, ұшақ. Vermek, беру. Yaklaşmak, жақындау. Yavru, бала, балапан, баласы, кез келген нәрсенің кішкентайы, yavrusu. Yavrum benim деп айтады, ол кішкентайым деп дегер келеткенде. Yeni, жаңа. Zor, қиын. Енді осы жерде түрік тіліндегі септіктерге келетін болсақ, түрік тілінде біздің қазақшадағы қанша септік бар? 7 ма? 7 септіктің барлығы бар. Мына жерде орысшамен аттарын берген екен. Бірақ біздегі барлығы атау септігі, қандайды? Ілік, жатыс, табыс, барыс, көмектес деген 7 септік бар. Оның бәрін біз келесі сабақтарда өтетін боламыз. Соның барлығы да бар. Және бұл тақырыпта осы сөздерден кейін айтқым келетіні, мынау біз алдында өттік қой, сөз тіркестері деген. Яғни 2 сөзден құралып бір сұраққа жауап береді. Мысалы, yatak odası, yatak odası. Сол yatak odası деген осындай 2 сөзден құралған. Otobüs durağı, мысалға. Ayşe'nin partiyi, мысалға 2 сөз. Yemek salonu, 2 сөзден тұралады. Бір сұраққа жауап беретін сөз тіркестерге қандай да бір септіктің жалғауы жалғанатын кезде міндетті түрде мынандай N деген ставочная буква деп қойған N деген әріп қолданылады. Яғни осы N деген әріптен кейін барып септік жалғаулар кетеді. Мысалға, yatak odasını temizliyorum. Мысалға, жатын бөлмені тазалап жатырмын. Yatak odasından geliyorum. Мысалға да, жаңағы қай септік? Шығыс септігі ма? Дан ден тантен, мысалға, yatak odasından, яғни ныдан кейін дан, odasından деп жазылады да, мысалға. Қайда кетесің, қайда бара жатырсың? Yatak odasına gidiyorum, мысалға. Odasına, ныдан кейін жалғанады. Солай сияқты. Yatak odasının penceresi, мысалға да. Ның, діңде қандай септік жалғауын алсаңыз да, осы сөз тіркестері келген кезде, онда біз тіркестің сөзін ныға бітіріп барып, септік жалғауларын жалғай дегенбіз. Otobüs durağına gidiyorum. Otobüs durağından geliyorum. Otobüs durağına gidiyorum бар екен. Otobüs durağının içindeyim mesela. Durağındayım, например. Otobüs durağındayım. Ayşe'nin partisinden geliyorum. Ayşe'nin partisine gidiyorum. Mesela. Ayşe'nin partisinin yeri, например, Yemek salonunda, сол сияқты бүкіл септік жалғаулары осы неге байланысты екен. Яғни сөз тіркестеріне жалғанған кезде міндетті түрде н әріпін қойып барып, сол н әріпіне бітіріп барып жалғайды екенбіз. Екінші мына жерде ереже, бұл бізде қазақшамыздағыдай сәйкес келгендіктен біз қазақ тілінен түрік тіліне үйреніп жатқан соң бұл аса маңызды деп ойламаймын мен. Себебі біз уже білеміз ғой, өз сөзімізден сөйлеп жүрген екен, бізге уже
сіңіп кеткен да бұл ереже. Бұны ереже ретінде қарастыруға да болмайды деп ойлаймын енді. Мысалға, өйренжілеріңізге сөйлейін. Яғни бұл жерде айтып отыр. Өйренжі деген сөз басты түбір сөзі. Лер көпше жалғау, көпше түр жалғау болатын болса, сол түбір сөзге бірінші көпше түр жалғау жалғану керек дейді. Одан кейін жіктік есімдігінің жалғаулары жалғану керек дейді. Одан кейін барып септік жалғаулар жалғану керек дейді. Яғни оның реттерін көрсетіп отыр. Яғни көпше түрдің жалғауы, сосын жіктеу есімдігінің жалғауы, сосын септіктердің жалғауы. Яғни бұл жерде оқушыларыңызға айтыңыз. Енді оқушылар деп шатастырамаймыз ғой ешқандай да. Сол себепті де мен бұны ереже ретінде қарастырмадым. Яғни бұл и так түсінікті деп ойлаймын. Мысалға, достарыңызға айтыңыз десе, сразу біз қазақшадан достарыңызға дейміз, значит, arkadaşlarınıza деп, arkadaşlarımla деп айта береміз деп ойлаймын. Бізге бастысы жалғаулар қандай екенін білуіміз керек деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.